Так, Құлынжон деген ауылдың асханасы. Ана жолы Белоруссияны көрсетіп жатыр. Минскінікі, мынау одан несі кем. Алматы, Өскемен трассасында бұндай асхана жоқ. Бар шығар, дәл бұндай емес. Менюлар мынау міне. Жылы туалет. Жылы туалет еш жерде жоқ. Кім айтады екен, Астананың, Алматының жолында бар ма деп, міне. Меню. Таза, тамақ арзан. Міне. Вот, қыздар. Қазір міне. Мына жақта міне. Бөлек отырып шүйіркелесеміз десеңіздер, бөлек зал бар. Балалармен отыратұғын. Мына жақта міне жылы дәретхана, туалет. Бұндай туалет жолды еш жерде жоқ. Алматыда да, Астананың жолында да. Бәрі даладағы бірісі. Міне. Жарайды. Дәретхана ішінде құман. Арақ шарап сатылмайды. Қасында мешіт, намаз оқимын дегендерге. Вот, міне қыздар тұр. Бәрі. Вот, айналайындар. Рахмет сендерге. Өткен сайын кеп тұрамыз, ғой ойыма келеді. Осы сендерді ұрмақтап түсіріп алайыншы деп. Шын айтам, Алматы, Астана тас жолдарын көп жүрдім, міне, көп жүрдім, жүргелі. Жұмыспен. Ешқандай жылы туалеті жоқ, шықайсың бар. Даладан да қоқиып отырады. Мына сияқ таза, жақсы деген арасында да. Мына жол Белоруссияның столовыйын көрсетті, асханасын. Осы сияқ. Иә. Ол асты ненің. Міне жерде қараңыз. Жол қарапайым ауылдың асханасы. Хозяиндеріңіз бар ма? Қайсыңыз? Сіз бе? Ой, өзіңіз бе? Өзіңіз жұмыс істеп тұрсыз? Өзім повар. Өзі повар. Ой, айналайын, есімің кім? Әсем. Әсем десе әсем екесің. Ұстар, асханаң да әсем. Қолдарыңа дерт бермесін. Жандарыңа жамандық бермесін. Осы өткен сайын ойлап жүрмін, осы қыздар рұқсат түсті бір түсіріп алайын деп. Иә. Қайсы? Осы кісі салды ғой бәрі. Ана, мына кісі ме? Бәсі көрініп тұр, мүлде әбден бітіп, сүйеу ғана қапты. Дұрыстап тамақ беріңіз, ана жақсылап отырып. Семірту керек. Ой, молодец, жарайды. Бала-шағаның қызығын көріңдер. Бұл жолаушылар тамақтандырған деген үлкен сауап. Аман болыңыздар. Сау болыңыздар.